Ассалаумағалейкум. Бауырым, қалайсың? Жақсы. Сауда қалай? Жақсы. Ешкім ренжісіп жатқан жоқ па? Жоқ. Еттерің қаншадан болады мынаның бәрі? Қой еті 1000 теңге, сиыр еті 1200, жылқы еті 1500 теңге. Арзан ғой мынау? Арзан? Халық неменеге жылап жүр, бәрі қымбаттап кетті деп. Дұрыс, арзандату керек. Арзан, мынау халыққа жағдай жасау керек. Бәрекелді. Мынау етің қанша келі шығады? 8 келі шығады аға. 8 келі? Иә. Ал жарайды, бауырым, келіп қалған екем. Бүгін қолыңды жүргізіп кетейін. Мына еттің жартысын кесіп берші маған. Аға, кесіп бере алмаймын. Неге? Пышақ жоқ бізде. Қасап пышақсыз қандай қасап ол? Пышақ қайда? Әкім келеді деп, пышақ, балта, қайрақтың барлығын алып қойды ғой, сіздің қауіпсіздігіңіз үшін. Солай ма? Иә. Жарайды, рахмет, оғанда рахмет. Мені құрметтеп сыйлағандарына. Жарайды, онда осы түгелдей бере салшы. Түгелдей де бере алмаймын аға. Неге? Убиткі болам ғой, артқа кетем ғой. Қалай сонда? Негізі, еттің бағасы 3000 теңге. Әкім келеді, сіз келеді деп, 1500 теңге қылып жаздыртып қойды ғой бізге. Оңбағандар осындайларын қашан қояды бұлар, я? Оңбағандар десейші. Жарайды, сол 3000-нан ақ бере қойшы. 3000-нан ақ кетейін. 3000-нан да бере алмаймын аға. Неге беремейсің? Өйткені еттің егесі мен емес қой. Сен кімсің сонда? Танымадыңыз ба мені? Жоқ. Мен ғой әкімшіліктегі күзеттегі Нұрхат. Сен ана күзеттегі Нұрхат емессің ба? Не қыптырсың бұнда? Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін мені осы жерге тұрғызып қойды. Кім? Күзеттің бастығы. Оңбағандар, осындайды қашан қоясыңдар сендер? Кабинетіме халықты кіргізбейсіңдер. Өзім халықпен кездесейін деп келсем, тағы жолатпайсыңдар. Қайдана бастығы жаңа күзеттің? Анау, көкөністер сататын жақта тұр. Сәбіз, пияз, картошка сатып тұр. Оңбаған, жұмыстан шығарам бәріңді. Оңбағандар десейші. Басеке, әкім сізге қарай кетті.